Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 9-шы сабақты қарастырамыз. Жаңа өлшем бірлік миллиграммен танысамыз. Шамалар мәнін салыстырамыз. Бірінші есепке назар аударайық. Масса бірліктерінің өзара байланысын есіңе түсір. Арман киттің массасы 3 тонна деді. Әлия киттің массасы 30 центнер деді. Ал Айна киттің массасы 3000 килограмм екендігін айтты. Олардың қайсысы дұрыс айтты? Балалардың үшеуінікі де дұрыс, үшеуі де дұрыс айтты. Себебі 3 тоннада 30 центнер бар, 3 тоннада 3000 килограмм болады. Енді осы есептің әсіне назар аударайық. 1 килограммда 1000 грамм бар. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1 центнерде 100 килограмм бар. 1 тоннада 10 центнер бар. Есімізге сақтап алайық. Миллиграмм бұл массаның кіші өлшем бірлігі. 1 граммда 1000 миллиграмм бар, 1 килограммда миллион миллиграмм бар. Миллиграмм бұл массаның өлшем бірлігі. Ең кіші өлшем бірлігі миллиграмм, одан кейін грамм, одан кейін килограмм, одан кейін центнер, ең үлкені тонна. Екінші есепке назар аударайық. Миллиграммен нені өлшейтінін қара, өз мысалдарыңды ұсын. Яғни миллиграммен дәрі-дәрмекті өлшеуге болады екен, тұзды өлшеуге болады екен, және сақина құрамындағы заттарды миллиграммен өлшеуге болады екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Миллиграммен өрнектеп өсу ретімен жаз. 5 грамм 200 миллиграмда 5200 миллиграмм бар екен. 3 грамм 61 миллиграмда 3061 миллиграмм бар екен. 4 грамм 35 миллиграмда 4035 миллиграмм бар екен. 1 килограмм 20 грамда 1020 грамм, 1020 грамда 1 миллион 20 мың миллиграмм бар екен. Енді осы сандарды өсу ретімен жазып шығамыз. Келесі 4-ші есепке назар аударайық. Оқы, әр есеп үшін өрнектің сұлбасын таңда. Есептерді шығар. Бір облыстың картоп өсірушілері 70571 тонна картоп жинады. Ал облыс халқына 90 000 тонна картоп қажет. Басқа өңірлерден қанша тонна картоп әкелу керек? Ол үшін облыс халқының жинаған 90 000 тонна картопынан бір облыстың картоп өсірушілері жинаған 70571 тонна картопты азайтамыз. Сонда 19429 тонна. Яғни басқа өңірлерден 19429 тонна картоп әкелу керек екен. Яғни бұл есеп үшінші сұлбадағы өрнекке сәйкес келеді екен. Келесі осы есептің әсіне назар аударамыз. Биылғы жылы бір облыстың бағбандары 86 000 килограмм алма жинады. Былтыр бұдан 6555 килограмм алма кем жиналған. 2 жылда барлығы қанша килограмм алма жиналды? Алдымен 86 000 килограммнан 6555 килограммды азайтып, былтырғы жылы жиналған алманы тауып аламыз. Яғни былтырғы жылы 79445 килограмм алма жиналған екен. Енді 2 жылды табу үшін 86 000-ға 79445-ті қосамыз. Сонда 165445. Яғни 2 жылда барлығы 165445 килограмм алма жиналған екен. Яғни бұл есептің әсі бірінші өрнектің сұлбасына сәйкес келеді екен. Енді осы есептің бысына назар аударайық. Биыл бір облыстың күріш өсірушілері 502525 тонна күріш жинады. Былтыр бұдан 5456 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы былтырғы жылға қарағанда 2315 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы қанша тонна өнім жиналды? Ол үшін биылғы жылы жиналған 2525 тонна күріштен 5456 тонна күрішті азайтып, былтырғы жылға күрішті тауып аламыз. Яғни былтырғы жылға күріш
497.069 тонна. Енді осы 497.069 тонна күріштен 2315 тоннаны азайтамыз. Сонда 494.754 тонна. Яғни алдыңғы жылы 494.754 тонна күріш жиналған екен. Бұл есебіміз екінші сұлбадағы өрнекке сәйкес келеді екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Калькуляторды пайдаланып, күзгі, қысқы, көктемгі, жазғы каникулдың әр қайсысы қанша уақытқа созылатынын есепте. Яғни күзгі демалысымыз 7 күнге созылады. Яғни 7 тәулік болады. Бір тәулікте 24 сағат бар. 7 тәулікте неше сағат барын табу үшін 7-ні 24-ке көбейтеміз, 168 сағат. Енді минутты табу үшін 1 сағатта 60 минут бар. 168 сағатты табу үшін 168-ді 60-қа көбейтеміз, сонда 10.080 минут бар екен. Яғни қысқы каникулымыз 10 күнге созылады екен. 10 күніміз 10 тәулік. Бір тәулікте 24 сағат бар. 10 тәулікте қанша сағат барын табу үшін 10-ды 24-ке көбейтеміз, 240 сағат. 1 сағатта 60 минут бар. 240 сағатта қанша минут барын табу үшін 240-ты 60-ға көбейтеміз. Сонда 14.400 минут бар. Яғни көктемгі демалысымыз 11 күнге созылады. 11 күніміз 11 тәулік. Енді 11 тәулікте қанша сағат барын білу үшін 11-ді 24-ке көбейтеміз. Сонда 264 сағат. 1 сағатта 60 минут бар. 264 сағатта неше минут бар табу үшін 264-ті 60-қа көбейтеміз. Сонда 15.840 минут болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Сандармен ойын ойна. Өрнектерді дәптеріңе баған түрінде жаз және есепте. 7, 6, 2, 1, 0 цифрларынан ең кіші және ең үлкен 5 таңбалы сан құрастыр. Олардың айырмасын тап. Айырманың цифрларынан ең үлкен және ең кіші сандар құрастыр. Тағы да айырмасын тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала. Яғни ең үлкен 5 таңбалы санымыз 76.210 болады. Ең кіші 5 таңбалы санымыз 10.267 болады. Бұлардың айырмасы 65.943 болады. Енді осы айырманың мәнінен ең үлкен 5 таңбалы санды жазамыз. Ең үлкен 5 таңбалы санымыз 96.543. Ең кіші 5 таңбалы санымыз 34.569. Бұлардың айырмасы 61.974 болады. Енді осы айырманың мәнінен 5 таңбалы ең үлкен сан құрастырамыз. 5 таңбалы ең үлкен санымыз 97.641. 5 таңбалы ең кіші санымыз 14.679. Бұлардың айырмасы 82.962 болады. 7-ші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында. Әлия қалалардың арақашықтығын сайттан автокөлік жолдары бойынша білді. Атыраудан қай қала алыс орналасқан? Қанша километр алыс? Атырау мен Өскемен қаласының арасы 3393 километр екен. Атырау мен Тараз қаласының арасы 2653 километр екен. Атыраудан Өскемен қаласы алыс орналасқан екен. Яғни Тараз қаласына қарағанда Өскемен қаласы Атыраудан неше алыс орналасқанын білу үшін 3393-тен 2653-ті азайтамыз, 740 болады. Яғни Өскемен қаласы Тараз қаласына қарағанда 740 километр алыс орналасқан екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында. Өзің тұратын елді мекеннен Нұр-Сұлтан қаласына дейінгі арақашықтық қанша километр екенін анықта. Егер сен Нұр-Сұлтан қаласында тұрсаң, онда Алматы қаласына дейінгі арақашықтықты тап. Өзің тұратын елді мекеннен ең жақын орналасқан үлкен қалаға дейінгі арақашықтықты анықта. Осы арақашықтықтарды салыстыр. Яғни Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына дейінгі арақашықтық
жеңіл көлікпен 1200 км екен. Ал Алматы және Қаскелең қалаларының ара қашықтығы 22 км екен. Осы екі ара қашықтықты салыстырсақ, 1200 км жерде орналасқан Астана қаласы Қаскелең қаласына қарағанда алыс орналасқан екен. Яғни Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласы Қаскелең қаласына қарағанда 1178 км алыс орналасқан екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар. Әлия әкесімен бірге бақшадан массасы 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг және 7 кг болатын 7 асқабақ жинап алды. Асқабақтарды 4 себетке әрқайсына массасы бірдей болатындай бөліп салды. Мұны олар қалай орындады? Ол үшін барлық асқабақтың массасын қосып аламыз. Яғни 7 асқабақтың массасы 28 кг болады екен. Сол 28 кг-да 4 себетке бөлсек, әр себетте 7 кг-нан болады екен. Яғни бірінші себетте 7 кг, екінші себетте 6 кг және 1 кг, үшінші себетте 5 кг және 2 кг, төртінші себетте 4 кг және 3 кг болады. Сонда әр себетте 7 кг-нан асқабақ салынған екен. Енді келесі 10-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар. Анасы Әлияға 45 қызанақты 3 ыдысқа бөліп сал. Екеуіне теңдей, ал үшіншісіне алдыңғы 2 ыдыстың әрқайсына қарағанда 2 есе аз сал деп тапсырма берді. Әлия қызанақтарды қалай салады деп ойлайсың? Яғни бірінші ыдыста 2 есе көп, екінші ыдыста 2 есе көп, үшінші ыдыста 2 есе аз, яғни 1 бөлік болып тұр. Яғни қызанақтар 5 бөлікке бөлінеді екен. Енді 45-ті 5-ке бөліп, әр бөлікте қанша қызанақтан бар екен тауып алады екенбіз. Яғни 1 бөлікте 9 қызанақ бар екен. Енді бірінші ыдыстағы қызанақты табу үшін ол 2 есе көп болса 9-ды 2-ке көбейтеміз, 18 болады. Екінші ыдыста 9-ды 2-ке көбейтеміз, 18 болады. Ал үшінші ыдыста 2 есе аз болса 9-ды 1-ге көбейтеміз, 9 қызанақ. Яғни үшінші ыдыста алдыңғы 2 ыдысқа қарағанда 2 есе аз, яғни 9 қызанақ бар екен. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Есепте және тексер. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.